Так, бүгінгі жұмысымыз мынау әсел пеш Харлен деген жалпы клиенттің айтуы бойынша қосылмайды. Так, бұны астын босату үшін тек қана астын аударып барып мына үш үріпін босатамыз. Мына біреу, екеу, мына жағында үшіншісі бар. Міне үш үріптен босайды. Так, енді бұл жерде біз тексеруіміз. Біз ашып мынаны шығарып қойдық. Так, біздегі бұл жердегі мына қоңыр сымымыз міне мынандай жағдай болған, өзі іштегіден үзіліп кеткен. Міне мынандай. Енді біз бұдан ары қарай тағы да көзбен көрініп тұрған қазір причина осы болып тұрады. Енді ары қарай қалған жағы толық жұмыс істеу үшін біз қазір бұны былай тексереміз. Прибормен тексеріп аламыз, сенімді болу үшін. Мына сымымызды прямой контакты ғой жалпы. Мынаны былай жалғап аламыз. Уақытша сымды. Так, ендігі бұны біздің микроволновкамыз қазір температурамыз прямой жалғалып отыр. Мына уақытын қазір қосамыз. И теніміз асты үсті қосылып отыр. Енді біз прибормен мынау менің мынау прибор қазіргі бұл М107 дейді. Бұл өзі автоматикалық, бұл цифрандай ручной емес, автоматика. Бұны қарасаңыздар, бұның функциясы көп жалпы. Бұны былай бір қойып напряжение тексеруге болады. Автоматикалық көрсетеді сигналмен өзі. Так, енді бұны енді қосымша кейін тағы бұл функциясын айтармын сіздерге, бұл прибордың. Енді біз бұны жалпы енді мынаны тексеріп көреміз енді. Прибормен әсел пешіміз толық жұмыс істей ме, істемей ме? Міне біздің қазір көрдіңіздер, прибор көрсетіп тұр, сигнал шығарып. Әсел пеш толық жұмыс істеп тұр деген сөз. Енді біз қазір өшіреміз. Теннің енді астын қосамыз. Что уверенно болғасын астын жеке-жеке қосып көреміз. Бізде 64-10 көрсетіп тұр. Килоом көрсетіп тұр, 64. Астыңғы теніміз, енді үстіңгі тенді көреміз. Екеуі бірдей 64 килоом көрсетіп тұр. Қайтып аст үстіне қоямыз, бұл толық жұмыс істеп тұр деген сөз. Бұл температурадан так жұмыс істеп тұр. Бұл ендігі бұның тек қана толық көз жеткіздік. Енді біз бұл жерде қазір температураны жалпы мынадан регулировка жасап істеуге болады бұны. Бұл тек қана бұл істегенмен ұзаққа бармайды. Қазір бұның мына ішінде бейметаллар айныған, и оның ішінде пластмасса болады. Бұл ыстыққа май сат, сосын тез качествосы кетіп қалады. Мына жерде майсы еріп кетеді бұлда. Мына қазір пока міне оны орын көрдіңіз бе, былқылдап тұр. Мына металлда айныған уже. Мен бұны қазір қойғанмен бұл 2-3 нам піскеннен кейін бұл қайтып неге жарамай қалады. Сондықтан бұның орнына мынандай новыйын саламыз, жаңасын саламыз. Егер өзіңіздің үйде ерінбеймін десеңіз, мынадан бұрап келдіріп отсаңыз болады, келеді. Мынаусын түсіріп алмасаңыз болды, ана ішіндегі ағын. Так, мына новыйды саламыз енді біз. Так, мынандай кабельдің бойында мынандай жарақат болса, обязательно алып тастайсыздар. Бұл уже мына жарақаттанған, мына сымның свойствосы кетіп қалады. Бұл одан кейін мына жерде қызу мына қызған сайын ол мына сым қызуы мына бойына өтіп кетеді. Сөйтеді да бұл мына кабеліңізді жарақаттай береді. Жарамай қалады мына кабелдеріңіз. Сондықтан бұндай жерін кесіп алып тастайды. Мынаны да біз сондай жерін алып тастадық. Мына қызған жеріне, нормальный жеріне дейін жерін алып тастайсыздар. Так, енді бізге сіздерге тағы көрсететініміз. Қазір бізде менде дайын екеуі ғана қалған екен, біреуі қапты іштейтін. Енді мен пока қазір қосымша мынандайын жалғаймын, сөйтіп орнын пайкілеп жүрем. Кембрик кигіздім, мұны қазір
изоляция есебінде, изолента есебінде жұмыс атқарады бұнымыз. Мынаны орағанда да бүйтіп орай салуға болмайды бұл. Бұл мынау орағым дұрыс болмайды бұл. Слабый контакт береді. Бұны да орағанда былай жатқызып, мына бір-біріне мынаған бір орайсыздар, екіншінің шетіне орайсыздар былай. Екеуін қарама-қарсы былай. Қатты ширатасыздар. Енді мынаны бүйтіп тартсаңыз да бұл шықпайды. Енді біз бұны қазір қосымша үстіне пайка құйып жібереміз. Сосын мына несін күйдіреміз. Так, пайкіленді, көрдіңіздер. Так, енді мына кембрикті кигіземіз да. Мына жерде изолент жоғымыз. Міне көрдіңіздер ғой, пайкіледік. Чтобы контакт мықты болады. Қайтып слабый контакт болмайды жалаған жеріміз. Енді мына жерде қазір изолент орасақ ол ыстықпен көтеріліп кетуі мүмкін. Но қыздырылып жапсырылатын бұл. Вот. Так, міне көрдіңіздер, орнына түсті. Қайтып орнына қойып жинаймыз бұны. Бұны да жаңағы салар кезде мыналарда айырмашылық болады. Мысалы, мынау былай тұрып, температура былай көтерілетін болса, мынада қазір көреміз. Так, осылай салады екенбіз. Бағытына қарап бұны көріп аламыз. Кейбіреуі былай болып қалады. Сол үшін салар кезде мына несін байқайсыздар. Так, ашық, кәдімгі отключение положениеде тұр. Температура осылай көтеріледі. Енді осылай саламыз бұны. Әсел пешімізді толық жинадық. Тоққа қосып қойдық. Енді так қосамыз. Контроль света жағында. Асты қосылып отыр. Ас үстінде тұр. Бұл толық жұмыс істеп тұр деген сөз.